Yani мүлде қаны жоқтар. Мәс мислу жарат. Не секілді? Шегіртке секілді дейді. Шегірткеде қан жоқ екен мүлдем. Жақсы аққан қан жоқ екен. Мүлде қаны жоқ дейді. Уаззамбур. Замбур сона секілді, сона. Одан бөлек уаззубаб шыбын. Уал анкабут өрмекші. Уал хунфуса қоңыз. Уал ақраб шаян. Ла яхилу аклуху. Бұларды жеуге болмайды. Иллал жарата хасатан. Тек қана шегірткен жеуге болады дейді. Жақсы ма? Нен жеуге болады? Шегірткені. Шегірткеден басқа аққан қаны жоқ, яғни мүлде қаны жоқ малдарды, қаны жоқ шыбын шіркейді жеуге болмайды екен. Түсінікті ма? Өте жақсы. Тек қана шегірткен жеуге болады, бірақ шегірткеге де тәбетіңіз тартса әрине. Яғни жеуге болады деген жеу міндетті деген емес, жеуге болады деген, егер сондай бір ситуацияға тап болсаң, жеуге болады екен. Түсінікті? Өте жақсы. Екінші жануар, екінші түрі дейді жануарлардың құрлықта жүретін. Ма лейса лаху дамун саилун. Біріншісінде мүлде қан болған жоқ. Екіншісінде қаны бар, бірақ аққан қан емес дейді. Қан ішінде бар, өлтірсең қан ақпайды дейді. Ішінде ғана тұрады қан. Сыртына тықсаң қан шықпайды екен. Аққан қан жоқтар. Ол не секілді? Мисул хайя. Мысалға жылан секілді. Жыланда қан шықпайды, тықсаң сыртқа қан ақпайды. Демек ода бұл үкіміне келеді. Хайя секілді. Одан уазақ. Уазақ кесіртке секілді. Уассаммил абрас. Ол да кесірткенің бір түрі екен. Үлкен кесірткелер болады. Уажамиул хашарат. Және басқа да жәндіктердің барлығы. Уахауаммил ард. Және жердегі барлық жәндіктердің, қоңыздардың барлығы, таракандардың барлығы. Неден болған? Минал фәри. Тышқаннан болған. Уал қурат. Және кенеден болған. Кене. Уал қанафис. Және кірпі. Ежик дейміз ғой. Осы секілдері болсын. Уал дабби. Кесіртке. Уал ярбуа. Ярбуа деген тышқанның бір түрі екен. Қосаяқ дейді екен. Кішкентай тышқан болады. Қосаяқ тышқандар. Сол. Уайбуна ирс, андатыр, уанахуиха. Осы секілділер, бұлар не еді? Қаны бар, бірақ қаны ақпайды. Бұлардың үкімі уала хилафа фи хурмати хазихил ашия. Бұлардың харам екендігінде ешқандай не жоқ, талас жоқ дейді. Бұлардың барлығы үкімі харам. Неден басқа? Илля фи даб. Тек қана кесіртке олай емес дейді. Кесірткеде дабта не бар? Қан тоже ақпайды екен, бірақ кесіртке харам емес. Неге? Өйткені пайғамбардың уақытында кесірткені жеген адамдар болған. Пайғамбар саллаллаху олар тыймаған хадис келеді. Пайғамбар саллаллаху жемеген, бірақ жегендерді қайтармаған. Тәбет болмаған, пайғамбар жемеген, бірақ жегендерді қайтармаған. Демек бұдан білдік не екендігін, оның харам емес екендігін деп отыр.